бір жегеннен отбасыларыңызға қатты ұнайтын осындай дәмді ораманың мен сіздерге рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Сосын 200 грамм жылы суға өзіміз мөлшермен тұз саламыз. Үстінен бір жұмыртқаны жарып салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырған өнімізді қазір ұнның үстінен құямыз. Оның үстінен құйып, жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын жұмсақ әп-әдемі қамыр жасаймыз. Қамырды жасаған кезде міндетті түрде ерінбей, асықпай жақсылап илеуіміз қажет. Осылайша қамырды біркелкі етіп біріктіреміз. Асықпай 10-15 минут жасасаңыздар, қолға қамыр жабыспайтын болу керек. Ұнды көп салудың қажеті жоқ. Неге қамырымыз дайын болды? Қамырымызды бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол арасына салатын фаршымызды, картошкамызды, пиязымыздың барлығын сыртын ашып, турап бөліктерге бөліп аламыз. Мен картошканы қатты ұсақтамай, орташа бөлікпен майдалап турап шықтым. Картошканы майдалап тураудың қажеті жоқ, себебі картошка өте тез езіліп кететін болғандықтан кішкене үлкен қылып бөліктерге бөліп шығасыздар. Өзіңіздің отбасыңыздың көлеміне қарай жасайсыздар. Біздің отбасы кішкентай болғандықтан мен кішкене салып жатырмын. Сіздерде отбасыларыңыз үлкен болса, дәл осы продуктыны 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Осылайша картошкаларыңызды, пияздарыңыздың барлығын бірнеше бөліктерге бөліп алып, дайындап аласыздар. Негізі пиязды тураған кезде қолмен тураған жөн. Оны блендердан өткізіп қажеті емес, себебі суы шығып кетеді. Біз өзіміз отбасымызбен осылай қолмен турап дайындағанды өте қатты жақсы көреміз. Қамырымыз дайын болғанша мантының арасына салатын заттардың бәрін дайындап турап алдым. Осылайша тұз салдым, бұрыш салдым, бәрін араластырып дайындап қойдым. Енді қамырымызды алып, қатты жұқа емес, орташа көлемде жұқалатып жайып аламыз. Қамырымызды жайдық осылайша. Қыздар, қамырды жайғаннан кейін осылайша бөліктерге бөліп аламыз. Мен бірінші кезекте осы 2 қамырдан бірінші манты жасадым, 2 листке және де 2 листке осылайша гүлханым жасадым. Негізі манты түйіп уақыттарыңызды жоғалтпай осылайша гүлханым жасасаңыздар өте тойымды болады, дәмді болады. И балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Сіздер үлкен көлемде жасасаңыздар да болады. Мен қамырды 2-ге бөліп, кішкене 2 штук етіп шығардым. Өте дәмді болады. Біздің отбасымыз сүйсініп жейді бұл гүлханымды. Гүлханым істейтін болсаңыздар, мантаваркаларыңыз міндетті түрде осындай болғаны дұрыс, себебі бетіндегісі қамыры басылып, езіліп қалмайды. Міндетті түрде осындай мантаварка болса ғана гүлханымды осындай мантаваркаға пісіріңіздер. Осылайша менде гүлханым дайын. Енді қалған қамырды манты қылып, кішкене қылып түйдім. Негізі мен мантыны өте кішкене қылып түйем. 40-45 минутта пісіріп аламыз. Неге? Бір ғана продуктымен, бір ғана қамырмен 2 түрлі ас жасауға болады. Дәмді, өте керемет, сочный болып шықты. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Отбасыларыңыз өте қатты қуанып қалады.